26 сабақ. Сабақ тақырыбы Мұхтар Әуезов өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты жазушының өмірі мен қызметі туралы мәлімет беру, оқушыларды сауатты, дұрыс, мәдениетті сөйлей білуге баулу, сөздік қорын молайту. Қазақ әдебиетінің классигі, аса көрнекті қоғам қайраткері, академик жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы болып қана қоймай, әдебиеттану ғылымына өлшеусіз еңбек сіңірген ғұлама, ғалым, ұлағаты мол ұстаз. Ол 1943 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде еңбек етіп, ұстаз ғалым ретінде келешек әдебиетші мамандар дайындауға зор үлес қосты. Мұхтар Омарханұлы Әуезовқа арналған өнегелі өмір кітабы, мұрағат құжаттары, мақалалар, хаттар, шығармалар, кемеңгер Мұхтар Әуезов туралы шетелдік қаламгерлердің пікірі атты бөлімдерден тұрады. Мақалалар, хаттар, шығармалар бөлімінде қазақ әдебиетінің алып бәйтерегінің қаламынан туған адамдық негізі әйел, Япония, Жаңа Индия жаңалықтарынан қазақ халқының ұлы ақыны Көксерек, Красавица в трауре және тағы да басқа көркем шығармаларының үзінділері мен сапар шеккен естелік эсселерімен таныса аламыз. Келесі кемеңгер бөлімінде Әуезовтың қазақ руханиятына, әлем әдебиетіне қосқан үлесі туралы, қаламгердің әдебиет майданындағы үзеңгілестері мен өнегесін алған шәкірттері сыр шертеді. Атап айтқанда, Ғабит Мүсіреповтің біздің ұлы жазушымыз, Әбдіжамал Нұрпейісовтің ұлылық үлгісі, Тәкен Әлімқұловтың өмірді сүйген суреттер, Зейнолла Қабдоловтың бітім-бітім, Әбіш Кекілбайұлының дәуірдің дара тұлғасы атты сыршыл естеліктері көп қырлы таланттың болмыс бітімін айшықтай түседі. Соңғы Мұхтар Әуезов туралы шетел қаламгерлерінің пікірі бөлімі Шыңғыс Айтматовтың өзімен бірге қастерлеп алып жүретін екі асылым бар, бірі Манас жыры болса, бірі Мұхтар Әуезов деп ағынан жарылған ықыласты естелігімен басталып, қаламгердің қалам қуатын бағалап, теңдессіз талантына тамсанған әлем әдебиеті өкілдерінің жүрек жарды лебізімен жалғасын тапқан. Әуезов десе Абай жолы десе көшпелі қазақ халқының өмірі, құбылысы еске түсетіні даусыз. Сөз айшықтығы, қалам құдіреті мен қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, салт санасын айшықтап әлемге танытқан Абай романы үшін 1949 жылы Сталиндік сыйлыққа, Абай жолы роман-эпопеясы үшін 1959 жылы Лениндік сыйлыққа ие болды. Ұлы суреткер, ғұлама, ғалым, әдебиет және өнер салаларын дамытуға қосқан үлесі үшін 1957 жылы Ленин орденімен марапатталды. Ұлы Абай өлмейтін сөз қалдырған ақын жазушыны өлді деуге болмайды десе, ізі осыған бірінші болып дәл келетін жазушының аты Мұхтар Омарханұлы Әуезов деп Ғабит Мүсіреповтың сөзімен толықтай келісеміз. Алаштың асыл ұлы, қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың өлмейтін, өшпейтін сөздері қазақ халқымен бірге мәңгі жасай беретіні даусыз. Оның өнегелі өмірі жастарға қашанда үлгі, өнеге.